Әлеуметтік желінің зияны мен пайдасы. Әлеуметтік желі зиян ба, пайдалы ма? Бұл желілер не үшін керек болды? Мүмкін шығарушы елдер бүтін мемлекеттердің ішкі сыртқы құпияларын ұрламақ болды ма? Бұл көкейдегі жай ғана сұрақ ретінде қалып қоя береді. Әлеуметтік желілердің зияны мен пайдалысына тоқталмас бұрын, әлеуметтік желі деген не деген сұраққа жауап берелік. Әлеуметтік желі бұл тек адамдармен бір-бірімен байланыстыратын веб-сайт қана емес, сонымен қатар өз айналасындағы адамдардың тағы да кімдермен байланыс таныс екенін білудің, сондай-ақ сол арқылы өз таныс білістігін арттырудың жолы. Демек әлеуметтік халық адамдар топ болса, желі байланыс, қарым-қатынас. Енді осы жерде желі сөзі интернеттегі сайт болса, әлеумет бұл сол сайттың тұтынушылары, яғни сіз бен біз. Әлеуметтік желінің денсаулыққа зияны жайлығын тоқтала кететін болсақ, көптеген әлеуметтік желілер бар, соның арасында бірі ғана Фейсбукты алып қарасақ. Фейсбук ресми веб парақшасы әлеуметтік желілерді шектен тыс пайдалану денсаулыққа зиян деп жарияланған болатын. Мамандар Фейсбук сияқты әлеуметтік желіде күн-түн демей онлайнда отыратындардың шынайы өмірдегі адамдармен қарым-қатынас деңгейі төмендейді деп дабыл қаққан болатын. Әлеуметтанушылар мен психологтар Фейсбук сияқты әлеуметтік желілер тез әрі оңай қарым-қатынас жасау жолы ретінде көрінеді де, көз алдағы ақпараттар толқыны сізді жұтып кете береді. Бірақ ол сіздің өміріңіз емес, ол сіздің уақытыңызды өлтірумен қатар шынайыдағы өмірді достарыңызбен ара-қатынастарыңызды алшақтатады. Сол себепті уақытыңызды мамандығыма екінші курс студенті сізден сауалнама алуға болады ма? Бізге әлеуметтану пәніне әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны туралы зерттеу керек еді. Соған сауалнама, өз пікіріңізді берсеңіз. Әлеуметтік желі деген ол өте зиян. Бірақ пайдалы жақтары да бар, зияны жақтары да өте көп. Балаға, мысалы, кішкентай балаға, менің балама, мысалы, 15 жаста, мен оған күніне 2 сағат, 1,5 сағат қана кем дегенде 2 сағат уақыт керек. Бірақ сағат уақыт. Қадағалап отырасыз ба? Мен оның отырған кірген нелерін, сайттарын бәрін қадағалап отырамын. Артық затқа кіруге рұқсат берілмейді. Оның кіретін несі ертегілер, мысалы логикалық жақтарына бірақ кіреді. Ал мысалы киноға, басқа ойындар болады, бар оларға кіруге рұқсат берілмейді. Мұндай кірген жақтарда мен қалыптаймын. Жақсы жағы, мысалы үлкендерге, мысалы жұмыс уақытында, мысалы керек затты жеңіл және тез алуға. Что такое социальные сети? Социальные сети – это крутая вещь. Ты можешь целыми днями сидеть и забыть про учебу. Ты будешь бомжевать, но все равно сидеть в этих социальных сетях. Ғаламтор әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желі дұрыс жағынан қолданса, әрине ол пайдалы. Бірақ әлеуметтік желіде уақыттың көбін өлтіріп, онда отырудың қажеті жоқ. Уақытты басқа қажетті дүниелерге жұмсау. Всем привет, я Ян, и я социально зависимый. Каждый день я убиваю время на Контакт, YouTube и тому подобное, что вы сами знаете вещи. Это социальные сети, они поглощают нас. Не будьте дурачками, народ. Я это осознал. Долго осознал, но осознал. Но у меня есть возможность передать вам накопленные знания. Не будьте дурачками. Қазір мына WhatsApp және ВК желісі қазіргі жастардың ой санасын жаулап жатыр. Негізінде ол пайдасы және зиян жағы бар. Оның пайдасы біздің сабаққа және ақпаратты тез алу үшін керекті, ал зиянды жақтар ол адамның санасын улайды. Уақыт алады. Уақыт алады. Денсаулығына зиян, миын улайды. Ал пайда жағы сол ақпаратты тез аласың. Әлеуметтік желіге тоқталмас бұрын оның пайдасы мен зиянын айта кететін болсақ, оның пайдасы көптеген келең ұрпаққа және де болашағының дамуына үлес қосады. Ал егер оның зиянын ала кететін болсақ, ол мысалы әлеуметтік желі жас жеткіншектердің санасын және де көптеген уақытын алады. Мысалы ол әлеуметтік желіде отыра келе, ол өзіне зиянды
қасиеттерді игеруі мүмкін. Сол себепті әлеуметтік желілерден жас жеткіншектерді аулақ ұстағанымыз дұрыс.